Bir күні мектептен келген кішкентай бала анасына мұғалімнің хатын береді. Хатты оқи бастағанда анасының көзінен жас тырс-тырс етіп аға бастайды да, анасы баласына қарап: "Сіздің балаңыз данышпан, бұл мектеп оған өте таяз, бізде оған тереңірек оқытатын мұғалім жоқ. Сондықтан балаңызды өзіңіз үйде оқытыңыз" деп оқиды. Араға біраз жыл салып, анасы қайтыс болады. Ол бір күні ескі мұрағаттарды ақтарып жүріп, осы хатқа тап болады. Хатты алып оқыса, онда: "Балаңыздың ақыл есі кем. Біз оны мектепте басқалармен бірге оқыта алмаймыз. Сондықтан оны үйде өзіңіз оқытуға кеңес береміз" деп жазылған екен. Бұл бала сол ғасырдың ең ұлы өнертапқыштарының бірі не айналған Томас Эдисон еді. Ол біраз уақыт басын көтерместен жылайды. Содан кейін ол күнделігіне былай деп жазады: "Томас Альва Эдисон ақыл ойы кем бала еді. Ол батыр анасының арқасында өз дәуірінің ең ұлы данышпандарының біріне айналды. Сондықтан аналарымызды бағалайық. Тек солар ғана бізді қандай болсақ та жақсы көреді және ештеңеге қарамастан бізге ғана сенеді."